Кейде қоғамдағы көңілім толмайтын нәрселерді ойлағанда немесе басталған нәрселердің орта жолда ақсап тұрған көргенде өз наразылығымызды ашық айта алмайтын кездер болады. Сондай сәтте өз ісіне адал, тіпті қайтарымы жоқ болса да артқан сенімді соңына дейін арқалап жүретін жанкешті адамдар көп болса ғой деп тілеймін. Хабис менің сондай арманымнан туған адамның бейнесі. Бағзы заманда соғыстан көз ашпаған уақытта суға салса батпайтын, отқа салса жанбайтын батырлардың бейнесін халық өз қиялдарынан шығарып батырлар жырын ертегілерді дүниеге әкелген ғой. Қызыл кірпіш. Мына жазық даланың қожайыны Хабес шал. Қорасындағы малы қай жерге дейін жайлады, соның барлығы да Хабестікі. Басқалар ортақтаспайды ма дейсіз? Ен далада айналдырған екі үй, бірі иесіз қалған молдаштың қыстауы, бірі Хабестікі. Ашу қысқанда иесіз қалғыр деп қарғайтын кемпірлердің барлық қарғысы осы молдаштың қыстауына келіп тиген сияқты. Әсіресе ымырт кезінде батқан күннің қызғылт оты аңғал-саңғал үңірейген терезелеріне түсіп, тұсынан өтер адамның бойын еріксіз үрей билейтіндей. Есіксіз аңырайған кіреберістен уілдеп соққан жел шынылары шағылып ұшқан құстың бауырын сойып түсердей өткірлене аңырайған терезеден азынай шығып, бүкіл ғаламның азабын айтқандай бір қайғылы әуеннің желісін ұстап алатын осы иесіз там. Жүрген жерінен майысқан шеге, темір терсектен бастап отқа жағуға жарайтын деп кеспелтек ағашқа дейін жинап, үйіне тасып жүретін Хабес шал осы иесіз тамды әлдеқашан буын-буынымен ұқыптап бұзып жинап алатын кезі де болды. Бірақ жапандағы жалғыз үйінің жанына иес болсын деді ме, иесіз болса да іргелес тұрсын деді ме, айналасынан бір таста алмады. Орталықтан 5-6 шақырым ғана бөлектеніп қалғаны болмаса, жан баспайтын мекен деп айтуға да келмес. Анда-санда мал жоғалтқандар келіп жөн сұрасып, ауданның шуынан қашып шығып жанына сая іздеген еріккендер шатыр тігіп демалып, Хабестің үйінен шыға бере айнадай тып-тымық болып жататын көлге бала-шаға келіп балық аулап, тіршілігі бүлк-бүлк етіп жататын. Әрине, келушілер де кетушілер де Хабестің бақылауында. Алдымен Хабеске амандасып, қолын алып келген шаруасын айтып, содан соң тіршіліктеріне кірісетін. Жөн сұрамай баса көктеп кіріп келетіндер де табылады кейде. Ондай кезде сығыр көздерін ашу кернеп, ежірейіп қолына ұстаған қамшысын тығыншықтай денесіне алған осып, соларға қарай домаланып шаба жөнелетін. «Ей, не шаруа сенікі?» дейтін әй-шәй жоқ шолақ қайыс қамшысы шолтаң-шолтаң етіп. Көлден балық аулайтынды кішкентай балаларға дейін Хабестің мінезіне, болмысына үйреніп алған, жағада сығыр көзіне көкжиекті сыйғызып алып күтіп отыратын. Хабеске әрқайсысы бауыры сап-сарысынан үлкеннен бір-бір балық тастап кететін. Кейде мөшектегі арық-тұрық бозарған балықтарды көрсе, семізінен неге ауламайсыңдар ей? Мыналар өскенше жүре тұрса болатын ет. Өй, әкең, балықты осылай аулай ма? Өтінің тұсынан шаншып алып. Өті жарылған балықты аш мысықта жемейді, дейді ашуға булығып. Лай судың астынан балықтың семіз арығын айырып, қай жерінен шаншып ұстау керек екен білу үшін қаншалықты шебер болу керек екен түсінбеген балалар бастары салбыраған күйі ата кешіріңіз дей береді. Соңғы күндері ауданның көліктері үйді айналып өтетін құмдық жолдың шаңын бұрқыратып, олайда бұлайда жүйіктейтін болды. Қамшысы шошаңдап жетіп баруға Хабес тіпті үлгермейді де. Бұл жерде үй баран, Хабес дейтін қожайын барын еліп жатқан біреуі жоқ. Жап-жасыл бір тұтас даланың қақ ортасын кесіп жатқан қасқа жолдың ана шетінен
бұйраланған шаң көрінісімен Хабис солай қарай домалай жөнеледі. Кей кездері жолдан өтер көлік күтіп жүріп, орталықта өлгендердің садақасына қатысу, бет сипау, хал үстінде жатқандардың көңілін сұрап баруға дайындалатын. Бұл жолғы Хабистің жүрісі бөлек. Көлік жеткенше жолдың қақ ортасына малдас құрып отырып та үлгерді. Не болса да ауданның ірі адамдарын алып жүретін жаңа көлік қой. Тежегіші де мықты жасайды екен. Дөңгелегінің өне бойында айналып келе жатқан әппақ шаңды Хабистің үстіне бұрқырата келіп тоқтай қалды. Хабистің мінезін, жайын білетін шопыр құлдыраңдап келіп қолын ұсынғанмен, галстугі иен даланың аңзақ желімен желбіреген өзге екеу Хабиске асықпай амандасты. Не шаруа, дейді Хабис тікесінен қойып сұрағын. Завод саламыз, кірпіш шығарамыз. Бұл жердің сазы да мол, суы да мол екен. Жерді өлшеп жүрміз, дейді біреуі. Паспорт бар ма? Дейді Хабис құжат атаулыдан тек паспортты ғана білетіндіктен. Аудандыкілер де сіз кімсіз деп сұрап жатпай-ақ қырсық шалдың ниетін, жалпы мінезін екі-ақ ауыз сөзіне түсіне қалатын сұңғыла адамдар екен. Әңгімеге бірден ойса кетті. Әбден жерді өлшеп біліп сынап алған соң сізден келіп заводтың болашақ жұмысын ақылдасамыз ба деп ойлап келе жатқанбыз. Алдымыздан шыға келгеніңіз жақсы болды, дейді біреуі жел үрлеген сайын танауына соғылған галстугының ұшын белбеуіне қыстырып жатып. Шөпірде сөзді іліп әкетіп, Хабеке, осы жердің қожайыны өзіңсің ғой енді. Қалай ойлайсыз? Кірпіш шығарса, ақтайтын шығар, дейді. Аптаға жуық уақыттан бері жөн сұрамай жүйткіп жүргендерге қайнаған зығырданы ашуы мына аңзақ желмен әлдеқайда ұшып кетіп, маңдайында тырысқан әжімдері жазылып, ашуланған кезде шыныдай жылтырайтын сығыр көздері бұл жолы рахаттана жұмылып ашылып. Жолдың бойында жөн сұрасқан жарамас, шайға жүріңдер, дейді Хабис бойына біткен аса ширақтықпен көліктің алдыңғы орнына отырып жатып. Өңшеңдегі шоғашала сөнген самаурынның бүйірі дыз-дыз қайнап, дастарханның шетінен орын теуіп, самаурын суыған сайын әңгіме қыза түсіп, Хабиссізде жасалып қойған жоспар қайтадан ортаға түсті. Келгендер іңір тарта, ал жарайды, Хабеке, әзірге біз белгілеп қойған жерлер сізге аманат. Шаруа басталғанша да, басталған кейінде бас көз болып жүресіз өзіңіз, деп ауданға аттанды. Көлден балық аулаған балалардың ермегі жайына қалды. Жағалай шоқиып малдас құрып болып күтіп отыратын қырсық шалдың құтылдық па деп қуанған балалар жоқ, әрқайсы батып бара жатқан күннің шапағына бауыры алтындай шағылсып, құйрығы шоршыған бір-бір сазандарын сымға тізіп, Хабистің сарайына іліп кетіп жүреді. Хабис завод салынады деп белгіленген жерді күнде барып қарайды. Тіпті сарайдан күрегін шығарып, басын қайрап, сол аумақтың шөбін шауып, балық аулауға келген балаларды ұстап алып, малдың тезегіне сүйек саяқтан тазартып, шаруаға қызу кірісіп кеткен. Түс ауа ауыл шетіндегі қасқа жолдан хабар күтеді. Істелген жұмыстарды іштей саралап, қайталап, завод салатындарға есеп беруге дайындалады. Осылар айнып қалған жоқ па екен? Бірақ суы келіп тұр, сазы мол, жолы міне, ұзыннан жүріп отырып ауданға ызғытып өзі апарып, түтін шықса таза ауаға еркін тарайды, дейді өзінен өзі күбірлеп құмдақ жолдың шетінде отырып алып. Айқыш-ұйқыш сызуларды сызып өлшеп. Деп маңғаздана шығып кететін. Құрылысшылар жататын, тамақтанатын арнайы вагонда солармен бірге жүріп, бірге тұрып жүргенде ашық аспан астында 8 қатар алып пеш салынып үлгерді. Саз елейтін станоктар, сазға су сақтайтын алып цистерна, құбырлар орнатылды.
Иленген кірпішті пешке таситын ремендер жасалды. Жаңылыссыз мүдірмей істейтін станоктардың жұмысына қайран қалған Хабес шал сүйсініп қарап тұрып, айналайын өкімет, жаңа заман өкіметі деп басын шайқай беретін. Күні бойы құрылыс алаңның ана шеті мен мына шетінде жұмысшыларды боқтап, сыбап, бүлінген саз үшін тіпті қамшысымен осы жіберуге дейін оқталып күйіп пісіп жүретін Хабес шалдың мінезі бәрі де үйреніп алған, ешқайсысы ренжімейді. Әрі барыңыз, кедергі келтірмеңіз демейді де. Жұмыс соңында бүкіл ашу ыза тарқап, тырысқан маңдайы жазылып, ыстық шайға терлеген кеудесін жалаңаштап жіберіп, көл жақтан соғылған самал желге тоса. Жігіттер, бүгін жақсы жұмыс істедік. Ертең 800 тас күйдірсек тіпті керемет. Тиеп кететін көліктерін қашан келеді? Директорлердің өзі санап тиі ме? Дейді күні бойы шаршап, ыңыры шыққан жұмысшыларға еркін демалуға мұрша бермей. Осынша су кетті, осынша тонна саз алынды, осынша кірпіш күйдірілді. Пайдасыздары осынша деп тіпті төс қалтасына темекінің қорабына жазып та жүрді. Директор келсе, былай айтамын, былай есептесемін, әлгі қадырдың арақ шетін баласын жұмыстан шығаратын әкең шала мас күйінде жұмысқа кірсет де, шылаптап суды құйып, сазды езіп жібере береді. Аузы былшыраған өңшең. Директор сендерге сеніп отыр емес пе? Ой, әкеңді тапырайын дейді, жақын жерде қамшысына ілігер ешкімді таппаған соң, өз санына өз ұрып. Айына бір-екі рет келіп 10-15 минут қана жүре сөйлесіп, жұмыспен танысып кеткен директорға есебін толық айтып та үлгермеді Хабес. Әбден көлігіне мініп, есігін жауып жүріп кеткенше кірпіш есебін ғана айтып үлгереттек. Күніне 800 кірпіш. Түн болса да маза жоқ Хабесте. Қол шоқпардай фонаригінің жарығын шошаңдатып, заводтың айналасын қарап жүргені. Таңмен көкжиектен шығар күнді, соғатын желді, көшкен бұлтқа қарап та болжам жасайды. Жауын келе жатыр, бұлтты қою, бүгін суды сыздақтатып жіберсеңдер де болады екен, жігіттер, дейді. Таңертең ертемен құрылыс басталады, тасты соған дейін жеткізуіміз керек. Жұмыс та баяулады, жұмысшылардың қатары да сиреді. Станоктардың сартылдаған дауыстары да бәсеңсеуге айналды. Таңы даланы тоңазытып ататын тамыз келісімен Хабесті бір уайым билей бастады. Күн суытса, су қатады, су қатса, саз езілмейді. Сазсыз кірпіш жасалмайды. Апырмай-ай, бұлар қайтеді екен? Келер жылғы жазда жалғастырар ма екен? Мына директоры қайда жүр? Құралдар қыс бойы қардың астында қараусыз қалама? Хабестің ойын оқығандай-ақ жидесі бір шөкім көлеңкесі жоқ маңдаладағы күннің ақшаңқай аңызағына шағылып директор да жетті. Директор соңынан жұмысшылары да тиеп әкетер үлкен көліктер де жетті. Жұмыс тоқталар сәтін күткендей жұмысшылар сарт-сұрт жиналып, сақадай сай солдаттардай көлікке секіріп-секіріп мініп жатты. Хабеске жөнін айтып қоштасып жатар уақыт тығыз. Бар айтқандары, ал Хабеке, амандықта болайық. Уәж айтуды жөн көрмесе де Хабестің жаутаңдаған сұраулары жүзінен аттап кетуді ұят санады ма, әйтеуір көлікке мінер уақытта ғана директоры. Жоспар ақталмады, жұмыс тоқтады. Кірпіштер аз шығарылды. Күніне 300 кірпіш тым аз. Директор баламау, қайдағы 300? 300-інес, ойбай-ау, күніне 700-ден кем емес 800-ге дейін жеткізген болды. Жігіттердің кірпіште 3 күн сайын прицеп болып ауданға зулап отыр емес пе? Қазір дейді. Хабес төс қалтасына умаждаған қағаздарын шығарып жат. Дұрыс есебін берсе, көптен үнсіз қалған мына кірпіш күйдіретін пештердің көмейінен от соулап, станоктарға жан біте тарсылдап,
мына даланың төсінде қайтадан жұмыс қызатынын ойлаған сайын жүзіне қан жүгіреді. Жыбыр-жыбыр жазудың қайсысына қарап жатсын директор. Ал Хабеке, амандықта болайық, сізге рахмет, дейді қоштасарда шалдың қолын асығып алып жатып. Әй, мына құрылыс кімге қалады? Ойбай-ау, қып-қызыл шығын болды сізге, директор бала. Апырмай, қайттық. Хабис шынымен жыламсырады. Дәл осылай соңғы рет іргесіндегі иесіз тамын бір кезде молдашты балалар көшіріп алып бара жатқанда қобалжыған. Апырмай, молдашай, биыл қар көп түсті, шөпте бітік шығады, жалғыз өзім бәрін орып қайтемін, дей беріп еді. Былайғы уақытта шөп орар кезде бір-бірінен орақтастар жерді қызғанып жиі шекес қалатын шақтарын ұмытып. Құрылыс үкімет баласында ғой, бізге аса шығын жоқ. Хабеке, уайымдамаңыз, дейді директор, бір аяғы сыртта, бір қолы көліктің есігінде тұрып. Өкімет дегенің сен емес пе, балам-ау? Кемпірі екеуінде бала болып көрмеген Хабестің біреуге балам-ау деп мейірленуі тым сирек. Енді біраз қиналса директорға әкем-ау деу мүмкін еді. Дүр етіп от алған көлік оны айтқызбады. Өкіметтің бөлек, директорының бөлек. Айналайын өкімет-ау, ашу-ызамен шолтаң-шолтаң ететін шолақ қамшысының басы бұл жолы сылбыр ғана өз санын өзі әлсіз сабалайды. Аспанға қарай аңырайып тұрған 8 қатарлы алып пеште бұдан кейін молдаштың қыстауында иесіз қалып жел соқса азынайтын күн батарда қабырғалары қызыл іңіре боялып оттай қызарғанда Хабес кімнен ұяларын білмей, үкіметке не айтарын білмей абдырайтыны белгілі еді. Әне, анау тұрған сол Хабестің моласы. Үйлерінің жыртығын жамап, сылақтыққа бір дорба саз алуға келетіндерді өкіметтікі тимеңдер деп қамшысы шошаңдап тұра шабатын шал жоқ қазір. Бірақ әйтеуір басына бірдеме бұйырыпты. Жарықтықтың айқұлақ моласын бір кезде заводтың құрылысында жасаған жігіттер сол қызыл кірпіштен тұрғызыпты. Жыл өте заводтың орны үйіндіге айналғанда, осы жерде бір кезде кірпіш өндірілді дегендей, батар күннің шапағына шағылып, қызыл кірпіші ерекше қызара түседі екен.